Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Айбатыр Сейтақ азат елдің ар намысы ата заң деп аталады. Оқу мақсаты орта көлемді прозалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген тұрмыстық әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтап, өз пікірін білдіру. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру. Бүгінгі сабақта біз ірге, өтініш, мақұлда, себеп сөздерімен танысып, олардың аудармасын көреміз және қай жерде бұл сөздерді қолдануға болатындығын танысамыз. Енді жалпы балалар, конституция дегеніміз не? Біз бұғанға дейінгі сабақтарымызда конституция еліміздің ата заңы екенін, барлық заңдар осы конституциядан таралатындығын айтып кеткен болатындығымыз. Ендеше қазіргі біз қолданып жүрген конституция қашан қолданысқа енгізілген екен? Қазақстан Республикасының конституциясы 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда республикада бүкіл халықтық референдум өтті. Нәтижесінде Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды. Жаңа конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енді. Ол бойынша Қазақстан Республикасының президенті саяси жүйенің басты тұлғасы болып табылады. Билік тармақтарынан жоғары тұрады. Біздің конституциямыз балалар 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Бірінші бөлім жалпы ережелер, екінші бөлім адам және азамат, үшінші бөлім президент, төртінші бөлім парламент, бесінші бөлім үкімет, алтыншы бөлім конституциялық кеңес, жетінші бөлім соттар және сот төрелігі, сегізінші бөлім жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару, тоғызыншы бөлім қорытынды және өтпелі ережелерден тұрады. Балалар, бүгінгі біздің өтіп жатқан тақырыбымыз жаңа сабақтың басында айтылды. Айбатыр Сейтақтың азат елдің ар намысы ата заң деп аталады. Енді Айбатыр Сейтақ деген кім? Біз соған назар аударайық. Айбатыр Сейтақ 28 ақпанда 1966 жылы туған, Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы ауданы Орда ауылында дүниеге келген. Ақын 1989-97 жылдары Орал және Қостанай облысы телерадио компанияларында теледидар редакторы болып жұмыс істеген. Сарыарқа журналы бас редакторының орынбасары, Жас Алаш газетінің Астана қаласындағы меншікті тілшісі, Қазақпарат агенттігінің тілшісі қызметтерін атқарған. Қазір Қазақстан Республикасы парламенті мәжіліс аппаратының баспасөз қызметінің бас консультанты. 1988 жылы Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газеті өткізген. 1996 және 2000 жылдары Сорос Қазақстан халықаралық қоры ұйымдастырған ақындар байқауының лауреаты. 1999 жылы Қазақстан Республикасы президенті стипендиясының иегері. Ғұмырнама атты жыр жинағы жарық көрген 97 жылы. Енді балалар, біз автордың өмір баянымен таныссақ, енді өлеңмен танысайық. Азат елдің ар намысы ата заң. Еліне арналатын тілегі шын. Ей ұлым, отанымның түлегісің. Іргесін туған елдің тіреп тұрған, қадірін ата заңның білемісің? Ешкімде мін таға алмас елдігіме, дауласып жармаспайды белдігіме. Бойында ата заңның өріліп тұр, даламның кеңдігі де теңдігі де. Бағынған өз заңына жұмыр ғалам, сондықтан күннен жерім суынбаған, қоғамның сан саласын реттейтін
әрбір заң ата заңнан туындаған, өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға құсы, халық боп қадір тұтып қастерлеген, ата заң азат елдің ар намысы. Міне, балалар, өлеңнің мән мағынасымен таныстық. Енді осы өлеңді әрқайсымыз жеке мәнерлеп оқып көрейік. Ары қарай тапсырмалар орындау. 85-ші беттегі 9-шы тапсырма. Әртүрлі дереккөздерден Конституцияның маңызы туралы айтылған ой-пікірді тап, оларға сүйеніп өз ойыңды түйіндеп жаз. Және 10-шы тапсырма. Суреттерді басшылыққа алып, құқықтық мәдениет туралы ой толғау жаз. Балалар, енді сабағымызды қорытындылайық. Кері байланысты комментарийге жазып кетіңіздер. Яғни, мына смайликтер арқылы сізге барлығы түсінікті болды ма? Әлде жартылай түсінікті ме? Әлде мүлде түсініксіз бе? Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Балалар, сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын. Тыңдағандарыңызға рахмет.